Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді әрі ерекше шабдалыдан бәліш дайындайтын боламыз. Дәмі тіл үйіреді әрі жұмсақ болып шығады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Ал бастайық. 2 жұмыртқаны жарып, үстіне қант салып, көпіріп ағарғанша миксермен араластырамыз. Аппақ болып көпірген соң үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және ұн салып, миксермен тағы да араластырамыз. Қамырымызға сүт және сұйық майымызды қосып, тағы да 1 келкі масса шыққанша араластырамыз. Қою қаймақ секілді масса шығуы қажет. Дайын қамырымызды бір шетке қойып, жемістерімізді дайындаймыз. Яғни шабдалының сыртын ашып, жіңішкелеп, турап шығамыз. Сыртындағы қабығын ашып тураған шабдалыларды қамырдың ішіне саламыз, ал сыртына әсемдік үшін қабығын ашмай шабдалыны тағы да жіңішкелеп турап шығамыз. Пергамент төселген жан-жағына май жағылған формамызға қамырымызды саламыз. Оның үстіне әдемілеп қабығы ашылған шабдалыларымызды біртіндеп тізіп шығамыз. Ал қабығы ашылмаған шабдалыны бетіне әдемілеп түзіп шығамыз. Және де үстінен 1 ас қасық қантты себеміз, өйткені шабдалының кішкене ащысы болуы мүмкін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Жұмсақ, түрі де өте әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.